Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық функция. Біз бүгінгі сабағымызда сызықтық функцияларға берілетін әртүрлі есептерді шығаруды қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма. Бізге А, Б, С, Д нүктелері координаталарымен берілген. Осы нүктелердің қайсысы y тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5x функциясының графигіне тиісті деп сұрап тұр. Егер нүкте функцияның графигіне тиісті болатын болса, онда осы нүктенің x және y координатасы функцияның теңдеуін қанағаттандыру қажет. Олай болса, біз осы тексеруді жүргізейік. Алдымен бірінші нүктені қарастырайық. А нүктесі координаталары x-і 1-ге тең, y-і 14-тен 1-ге тең. Тексеруді жүргізу үшін біз функция теңдеуіндегі x-тің орнына апарып 1-ді қоямыз. Y тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5 көбейту x-тің орнына 1-ді қоямыз. Тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5 пен 1-дің көбейтіндісі 0,5, яғни 2-ден 1. Тең болады. Ортақ бөлімге келтіріп есептесек, -6 қосылған 7 бөлінген 14 тең 14-тен 1-ге. Яғни А нүктесінің y координатасы шықты 14-тен 1. Ендеше А нүктесінің координаталары берілген функцияның теңдеуін қанағаттандырып тұр. Олай болса, бұл нүкте функция графигіне тиісті. Енді екінші нүктені қарастырайық. Б нүктесі. Оның x-і 2-ге тең, y-і 7-ден 5-ге тең. Тағы осы тексеру жүргіземіз. Y тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5 көбейтілген. Енді бұл x-тің орнына B нүктесінің x координатасын жазайық. 2 тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5-ті 2-ге көбейтсек 1 шығады. Тең болады 7-ден 4-ге. Яғни B нүктесінің y координатасы шықпады. Ол 7-ден 5-ге тең болатын. Олай болса, бұл нүктенің координаталары теңдеуді қанағаттандырмай тұр, яғни бұл нүкте графикке тиісті емес. Келесі үшінші нүктені қарастырайық. С нүктесінің x координатасы -1, y координатасы -14-тен 11. Тағы да теңдеудегі x-тің орнына -1-ді қойып есептейміз. Сонда -7-ден 3 қосылған 0,5 көбейтілген -1 тең болады -7-ден 3 -0,5-ті -1-ге көбейтсек -0,5, яғни -2-ден 1 болады. Тең болады -6 -7 тең -13 бөлінген 14-ге. Ал С нүктесінің y координатасы -14-тен 11. Ендеше бұл нүктеде функция графигіне тиісті емес. Келесі D нүктесін қарастырайық. X координатасы 7-ден 1, ал y координатасы -14-тен 5. Тексеруді жүргіземіз. Y тең болады -7-ден 3 қосылған 0,5 көбейту x-тің орнына 7-ден 1 жазайық. 7-ден 1-ге тең -7-ден 3 қосу 14-тен 1 тең болады -14-тен 5-ге. Яғни D нүктесінің y координатасы шықты. Ендеше бұл нүктенің координаталары берілген функцияның теңдеуін қанағаттандырып тұр, яғни графикке тиісті. Сонымен берілген 4 нүктенің 2 нүктесі А және D нүктелері функция графигіне тиісті екен. Жауабы А нүктесі және D нүктесі болады. Екінші тапсырманы қарастырайық. Y тең болады x-5 бөлінген 3 функциясы графигінің координаталары осьтерімен қиылысу нүктелерін тауып, графигін салыңыздар. Бірінші OX осімен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін
біз білеміз, y координатасын 0-ге теңестіреміз. Ендеше, x азайтылған 5 бөлінген 3 тең болады 0 деген теңдеуге келеміз екен. Осы теңдеуден x-ті табатын болсақ, x тең болады 5-ке. Ендеше, функция графигінің OX осімен қиылысу нүктесі 5-те 0 нүктесі екен. Келесі y осімен қиылысу нүктесін табайық, OY осімен. Онда x-тің орнына 0-ді қоямыз. Сонда y тең болады, x-тің орнына 0-ді қойсақ, 0 азайтылған 5 бөлінген 3-ке. Тең минус 5 бөлінген 3 болады. Немесе минус 1/3-тен 2-ге. Сонда OY осімен қиылысу нүктесі 0-де минус 1/3-тен 2 болады екен. Енді осы алынған нүктелерді координаталық жазықта белгілеп, функцияның графигін салайық. Сонымен, координаталық жазықтықта А және Б нүктелерін, яғни функция графигінің координата осьтерімен қиылысу нүктелерін белгілейміз. Міне осы 2 нүкте. Енді осы 2 нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Сонымен біз функцияның графигін салдық. Келесі тапсырма. Y-тен болады 2,1x қосылған b функциясының графигі А нүктесі арқылы өтсе, b-ні табыңыз дейді. Мұндағы А нүктесінің x координатасы 5-ке тең, y координатасы 11,5-ке тең. Яғни бізге функция теңдеуіндегі бос мүше белгісіз екен. Егерде функцияның графигі А нүктесі арқылы өтетін болса, онда осы А нүктесінің координаталары берілген теңдеуді қанағаттандыру керек. Олай болса, біз А нүктесінің x және y координаталарын теңдеудегі x пен y-тің орнына қойып жазамыз. Сонда 2,1 көбейтілген x не 5-ке тең, қосу b тең болады, y-тің орнына 11,5-ті қояйық. Сонда осы b-ға байланысты бір теңдеуді алдық. Енді осыдан b-ні табатын болсақ, 11,5 азайтылған 2,1 мен 5-тің көбейтіндісі 10,5. Ендеше b тең болады 1-ге. Сонда біздің іздеп отырған функциямыздың теңдеуі 2,1x қосылған 1 екен. Жауабы 1 болады. Енді келесі тапсырма. Y-тен болады kx азайтылған 3-2 функциясының графигі b нүктесі арқылы өтетін болса, k-ны табыңыз. Мұндағы b нүктесінің координаталары x-і минус 1-ге тең, y-і минус 4,3-тен 1-ге тең. Егерде функция графигі b нүктесі арқылы өтіп тұрса, ендеше b нүктесінің координаталары функцияның теңдеуін қанағаттандыру керек. Олай болса, біз x пен y-тің орнына b нүктесінің координаталарын жазып, k-ны тауып аламыз. Сонда k көбейтілген, x-тің орнына минус 1 жазамыз. Азайтылған 3-тен 2 тең болу керек, y-тің орнына минус 4,3-тен 1 жазайық. Минус k минус 3-тен 2 тең минус 4,3-тен 1-ге. Минус k тең болады. Минус 4,3-тен 1 қосу 3-тен 2-ге. Осыдан минус k тең болады. Минус 3-тен 11 немесе минус 3,3-тен 2-ге. Сонымен біздің y функциямыз минус 3,3-тен 2 x минус 3-тен 2 функциясы екен. Олай болса, жауабы минус 3,3-тен 2-ге тең. Міне оқушылар, біз бүгін сызықтық функцияға берілген әртүрлі есептерді шығаруды қарастырдық. Енді үйден өздеріңіз мынау тапсырмаларды орындап, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сау болыңыздар.